Армысыз құрметті көрермен, бұл Фон Тим арнасы, және бізде жаңа арнада жаңа формат Еуропа чемпионаттарында болатын матчтарға тоқталайын деп тұрмыз. Қалайсыздар Еуропа чемпионатына жалпы бай? Еуропада қызығушылық өскен акция Англияда. Мен енді Грант Мазан қолында өстім ғой, енді кішкентай кезімнен бастап Фулхэм жанкүйері болып өстім. Кішкентай кезімнен Крейвен Коттедж аймағында тұрдық. Мен енді ала жаздай 25 мамыр бітеді, бірден сол Грант Мазанның қолына жібереді. Нағашыларымыз. Нағашыларымыз, ағылшын, иә. Хью Грант бәрі Фулхэмге болит. Көршіміз сол Кемпл болған, есімде. Сол баяғы, сол Кемпл ма? Бүгін біз мынандай формат жасайын деп отырмыз. Соққы және гол, Бексұлтан досым қасында, және бірінші болып бәстер тегемізде бір шайқас ұйымдастырып жіберейін деп отырмыз. Болжам батыл. Батыл болжамдар жасайын деп отырмыз. Болжамшылар бәйгесі. Осындай керемет миллион тақырып қойған бұл. Мен негізі бар ғой, осы тақырыпты 2010 жылы қазақ газеттерінде істеп жүріп алғаш болжам жазған адам ғой. Ол кезде болжам деген бар ма еді? Болжам бұрыш деген колонка болған ғой менде. Ермұхамед Мәулен, Олжас Байбосын. Сіздер бір командасыздар. Да, екеуміз ба? Бірінші бол деген команда. Дайындалып келейік онда. Бексұлтан Кеулен қос, Әлімжан Асқар, соққы және гол деген. Фичпана теннистегідей. Екі команда боламыз, сөйтіп алдағы Еуропада болатын матчтарға тоқталамыз. Ағылшын премьер-лигасы, Ла Лига, Бундеслига және Италия А сериясындағы мен деген матчтарды аламыз. Ағылшын премьер-лигасы мен Италияға келгенде сұрапылмын. Италияда жиендеріңіз. Бұл жоқ, Фиорентинаның бұрынғы бапкері. Италияны екеуі істеген. Сөйтіп өзіміздің болжамдарымызды айтамыз. Кейін турнир кестесі болады. Кім озады, сол қомақты сыйға ие болады. Бәрекелді. Қомақты сыйыңыз қанша екен? Осы видеоның жинаған қаралымына байланысты болып тұр. Сондықтан сый қомақтырақ болсын десеңіздер, осы видеомызға лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Келесі шығарылымда біз командамызға көрермендерді де қосамыз. Сөйтіп күшейіп мықты болайын деп тұр. Дәл қазір бізге. Сонда қанша ақша ол? Сразу шешіп алайық осы. Мен ертең әңгіме басын ашып алайық. Мақсып әңгіме қылып жібермейін. Айт. Фрибет қой, сонда? Фрибеттер. Нөлдердің саны алтаудан аз болса, біз осы жерде қоя салайық. Мен онда бір қиса айтып отыра берейін деймін. Нөлдердің саны 10-нан асып кетеді. 10-нан асып кетеді. Нөлдің алдында сан жоқ бірақ. Мынау қазақта сөз бар ғой, фрибет көрсе персе жолдан таяды деп. Давай, баста. Жібер ал, қайсысы бірінші матч? Тоттенхэм МЮ. Мен кәдімгі. Мен бастайын ба? Фон Тим арнасына тіркеліңіздер, міндетті түрде бізде бірінші шығарылым шықты. Ол жерде қазақ футбол жайлы әңгімелестік. Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкерінің көмекшісі Елдос Ахметов келді. Төртеуміз талқыладық. Бексұлтан, көрдің бе ол шығарылымды? Иә, көрдім. Тамаша. Ұнады ма? Зор инсайттар айтылды. Енді бүгін Еуропа футболында Бексізден шақырып отырмыз. Соққы командасының атынан тамаша бір болжамдар береді деп ойлап отырмыз. Болжамдар дайын. Бірінші бастайтын матчымыз ол Ағылшын премьер-лигасындағы басты ойын Тоттенхэм және Манчестер Юнайтед арасындағы кездесу. Сіздерде қандай болжам бар? Манчестер Юнайтедқа енді Тоттенхэм деген қарсылас болып жетістірген емес өмір тарихында ешқашан жалпы. Сондықтан қарапайым ғана болжам айтам. Манчестер Юнайтед таза жеңіп қояды бұл ойынды. Манчестер Юнайтед қазір бабында, өйткені Энтони деген кәдімгі футболшысын Бетиске сатып жіберді. Соның арқасында Манчестер Юнайтедтің ішкі ұжымында керемет атмосфера қалыптасты. Күшейді дейсіз ғой? Күшейді. Бетис одан да мықты күшейді ғой. Ішіңіздегі жанкүйерлік сезіміңізді жинастырып. Жоқ, жинастырамайды екен, кешірім өтінем. Манчестер жеңеді, ешқандай қиындық жоқ. Тоттенхэм деген ол ешқандай енді ары кеткенде бір гол ұрар. Ерге сізге сұрақтан, не үшін футболшылар Манчестер Юнайтедтен кеткеннен кейін мықты ойнап кетеді? Аяғысы мысалы Энтонинің өзі Бетисте жүріп, екі ойын қатарынан үздік футболшы атанды. Бірақ ұтылып қалды ғой кеше Селтаға 3-2 есебімен. Бірақ 2-0 ұтып тұрды. Кеше болған өткен аптада. Мхитарянды еске алсақ болады. Басқа да футболшылар көп қой негізі. Жалпы Манчестерге мықты футболшылар келеді да, бұл жердегі ішкі коллектив дұрыс болмай қалып жатыр ғой енді атмосфера. Содан кеткеннен кейін жақсы ойнайтын футболшылар. Өздері жалпы негізі талант футболшылар ғой бұл жерде. Сондықтан мен Манчестер Юнайтед жеңеді деген далғым көп отыр. Бәрекелді. Бізде енді әр қайсымызда әр матчқа 10 мыңнан бар. Соны қоямыз. Бәсіміз шығып кетсе, онда сіздікі 27.600 болады, дұрыс па? Бәрекелді. Ол жерге сізде де 10 мың бар. Кейін бәрін қосамыз да сөйтіп түбінде қай команда жеңіске жеткенін анықтаймыз. Енді бір жарым коэффициенттен
көп алайық енді Иә, төмен болмасын, иә. тым ана жақта екі команда да алаңға шығады деген бір бәстер кетіп қалыпты. Допты ортадан Манчестер бастайды деп па? Бірінші алып деп. Онда сіздердің бірінші болжамдарыңыз белгілі. Жоқ, енді екінші болжам болжам мен бұл дұрыс қой, енді бірінші болжамды Ермұхамед Мәулен беріп отыр. бұл енді Ермаштың қартайып кетуіне мынау енді әжім түсе бастады жүзіне, соған басты себепкері негізі Манчестер Юнайтед. Негізі 23-те. Негізі жасы да биологиялық жасы. Жас негізі. Иә, көңілім 25-те. Бірақ енді оны 10 жылдан бері болмай жатыр ғой, енді болдырамай жатыр Манчестер Юнайтед. Тоттенхэм бұл ойында Манчестер Юнайтед жеңіп кетеді деп отырмын мен. Тоттенхэм жеңіп кетеді. Немесе 2 гол салады, смело. Екеуін біреуін таңдау керек енді бұл жерде. 1,5 көп. Тоттенхемге. Иә. Мен де қарама қайшы Бұл былай ғой. Тоттенхэм баяғыда МЮ-ді ешқашан жеңбеген ғой Олд Траффордта. Осы жақында жеңді ғой, 4-0 болып не қылды. Иә. Бірінші айналымда, иә. Анау енді бүкіл антирекордтарды бұзып келе жатқан Манчестер Юнайтед бұл жолы жеңіліп қалса, ол ешкім таң қалмайды. Сондай команда болып кетті. Бас бапкерінің өзі мойындап отыр ғой. Мен де тура сондай. Худшая команда в истории МЮ-дің тарихындағы ең бір сапасыз команда болып тұр. Амарим келгенде 13-ші орын еді, әзірде 13-ші орын. Жағдай түзелмеді. Тұрақтылық дейші. Бірақ Тоттенхэм одан төмен тұрған жоқ па қазір? Ондай бар. Мен ойлаймын 2 гол соғады деп. Соған ұқсас болжам менде, бірақ мен Манчестер Юнайтедке сеніп отырмын. Яғни Манчестер Юнайтед бұл ойында кем дегенде 2 гол соғады деп отырмын. Өйткені бұл кездесуде 2-2, 3-2 деген атыс ойын болып кетуі әбден ықтимал. Пікірлер қақтығысы. Иә, кейін Тоттенхемде ар жақта жарақаттар тізімін көрсең, енді біраз адамдар шығып қалды. Сонымен қоса мынау Ливерпульге қарсы матчын көрдім. Ол ойында Ришарлисон жарақат алып ауысып кетті. Мынау МЮ-ге қарсы ойында да шықпайтын шығар. Оның орнын Тель басты, Бавариядан ауысып берген. Жас футболшы, енді осындай жас жігіттерді ойнатудан басқа амал табылған жоқ. Кейін Дансо оралды. Дансо қосылды Тоттенхемге. Сон бар ғой, Сон. Иә. Бірақ Сон осы маусымдағы Кайл Уокер сияқты болып қалды. Сон тарихында ең нашар Сон болып отыр ол. Ең қатты регресс ұшыраған осы Хён Мин Сон болып тұр. Команда капитаны былтыр енді алып шыққан еді бірінші айналымда. Биыл дым ойын жүрмей жатыр. Дансо да қосылды. Бірақ бұл екеуі ойнады ғой. Бұл маусымда кубокта 4-3 болған ойынды білетін шығарсыздар. Бұрыштамадан соң гол соққан, Лига кубогында, Бірақ Лига кубогында Ливерпульден жеңілді ғой. 4-0 есебімен жеңілгенде ар жақта Ливерпуль таптап өтті. 1-1 Тоттенхемде мүмкіндік болмады Энфилдте. Бұл енді Манчестер ғой қазір, Ливерпуль емес қой. Сонда не бәссенде Бексұлтан? Қайталап айтайын, Манчестер Юнайтед бұл кездесуде кем дегенде 2 гол соғады. Енді сіздер Тоттенхем соғады деп жатсыз ол жерде. Мен 2 гол соғады деп отырмын. Сіз МЮ соғады деп жатсыз. 2-2 болып аяқталса, екеуміз де жеңеміз. Жеңбей қалады. Одан шығатын түйін екеуі де көп гол соғады деген сөз ғой. Демек, матчта жалпы 2,5-нан көп тотал болады деп ойлаймын да мен. Сөйтіп 1,5 деген бағамды алып кете салайын деп отырмын. Бәрекелді ағайын. 2,5 көп па сонда? 2,5 көп. Менікі 2,5 көп. Бексұлтанда МЮ-дің жеке тоталы 2-ден көп. Ол жекенде Тоттенхемдікі 1,5-нан көп. Және Ермұхамед Мәулен МЮ жеңеді деп бәс тігіп отыр екен. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийде пікірлерін жазып кетсеңіздер болады. Енді төртеуміздің біреуі шығатын шығар енді. Мен енді осы жерде толықтырып айта кетейін. Мен Манчестер Юнайтедтің 20 жылдық тәжірибесі бар жанкүйермін, сондықтан объективті көзқарас жоқ менде бұл жерде. МЮ десе арқам қосып кетеді. Арқам қосып кетеді. Сол енді мен ойлаймын, осы кішкентай кезімнен қалыптасып кеткен. Манчестер ойнаған кезде ол кез келген ойынды жеңетін бұрын жеңетін ғой енді. Сөйтіп көрініп тұрады да, қазір шықса бір ойынның бір екінші минуттарында бір мұны таза жеңеді екен деп ойлаймын негізі. Бірақ бір 70-ші минуттарда 3-0 болып қадалып жататыны бар енді. Тоттенхемде Манчестердің командаларына қарсы мықты болып кетті ғой. Ситиді жеңіп тастады ірі есеппен. Манчестердің көк түсті командасына өтейік. Манчестер Сити. 13-ші 14-ші орындағы команда. Көп уақыт тұрып кеткен сияқтымыз, Біраз. Мынау мысалы Сити мен Ньюкасл арасындағы кездесу маңыздырақ болып тұр ғой, бұл осы турдың басты ойыны осы. Әрине, мен толықтай келісемін. Ең қызық кездесу. Өте күшті кездесу болады. Манчестер Ситиге 20 жыл жанкүйермін десек. Афишасы арқырап тұрған АПЛ-дың атақты матчтарының бірі десек болады. Сондықтан бұл жерде менің болжамым Ньюкасл командасы елдің барлығын таңғалдырады. Ньюкасл кем дегенде бір гол салады. Ол енді түсінікті нәрсе, сондықтан бір көп Ньюкаслдың голдарының саны бірден көп болады.
Мен соны таңдадым. Олжеке, сіз не дейсіз? иә Бұл енді Манчестер Сити үйде ойнап жатыр ғой бұл жерде. Және олар анау Чемпиондар лигасына шығатын аймақтан сәл төмен түсіп қалғаны бар енді команданың. Сондықтан бұл ойында олар енді жеңеді ғой. Чемпиондар лигасына бірақ АПЛ-дан биыл 5 команда шығып қалуы мүмкін деп отырмыз енді. Мүмкін, Ықтималдығы өте бірақ Манчестер Юнайтед Лига Европаны жеңіп шығады ғой. Жоқ, анау коэффициент арқылы 5 команда шығып келетін ше. Қалай кетті? Иә, шығуы мүмкін. Жоқ, жалпы негізі Манчестер Сити бұл ойында жеңеді деп ойлаймын. Олар үйде барынша қазір сенімді ойнай бастады. Челсиға қарсы ойында енді Хусанов сәл бүлдіріп қойды басында. Бірақ школ ұрды ма? Ұрды. Мынау енді Чемпиондар лигасында Реалға қарсы матчта біраз энергия жұмсап қойды. Бұлар негізі сол Чемпиондар лигасын қоя салайын деп тұр ғой негізі шамамен. Гвардиоланың сұхбаттарына қарайтын болсақ, ол біз шығып кетсек, ол катастрофа емес ешқандай да. Біздің деңгейіміз сол. Деп солай қысқа қорытынды жасады. Демек ол ағылшын премьер лигасында сол төрттіктің құрамында болу үшін енді ары қарай газды басады ғой, в общем. Біздің жауабымыз да енді керемет болып тұр енді. Жалпы Манчестер Ситидің жеңісіне жақсы беріп жатқан шығар енді. иә 1,5-нан асады екен 1,5-нан асады 1,8 1,8-ге жақын коэффициент. Жақсы. Кейін жалпы Манчестер Сити мен Ньюкасл бірінші айналымдағы ойын еске түседі, бірақ ол кезде әлі Ситиде кризис басталған жоқ еді. Маусымда бірінші орында, бірінші сатыда бәрін жеңіп келе жатқан Сити болды. Сент Джеймс паркте 1-1 нәтижесі келді, бірақ қазір Ньюкаслдың керемет бабында екенін білеміз. Арсеналды кеше ғана Сити қақпасына 5 гол соғып тастаған Арсеналды осы маусымда дәл осы Ньюкасл 3 рет жеңіп тастады. Былай қарап тұрсаң. Ливерпульмен тең түсті. Сұрапыл ойын болды, 3-3 болған нәтиже. Сол себепті Ньюкасл Юнайтед әсіресе осындай топ клубтарға қарсы ойыны жақсы келіңкірейді. Өйткені қорықпай прессингті бастайды, шабуылды. Сондықтан Сити жеңеді дейсің ғой? Жоқ, шабуылдағы Исак өте мықты. Мен Ситидің жеңісіне тіккім келді басында. Дегенмен соңғы ойындарды көріп Ситиға сенім азайып бара жатыр. Және жай ғана Ситидің жеңісін алғым келмей, бұл кездесуде болады-ау дейтін екеуі де гол соғады және жалпы тотал 2,5-нан көп деген болжамды таңдап отырмын. Сіз анау мен жалуға қорқатын қазақтардың тізімінен екенсіз ғой, иә? Менше бар, бірақ оны кейінгі матчтарға таңдадым. Сен меншесі десеңші. Меншені кімдер алады? Пейілі тар, көңілі нашар, осы ойында ештеңе болмасын деген адамдар бар. Деп ойлайды ғой. Аша Тораз айтпақшы, меншетігі үйренбегендер ешқашан жеңіске жетпейді деп. Неше енді? Құны қандай болып тұр оның? Құны 1,5-нан көп. Құнықпадың ба әйтеуір? Біраз бар. Мен Манчестер Сити жеңеді және 2 доп айырмасымен ұтады деп ойлап отырмын. Фора минус 1,5 дегенді алам, 2,75 беріп тұр. Хусановтың командасына қатты сен еткенсің, ә? Хусанов гол соғады деп отырмын. Кубокта соқты, чемпионатта соғады. Кеше арқасымен ұрды, ертең көкірегімен ұрады деші. Жоқ, Хусанов гол соғады деп, кейін Хусанов негізі орама шығып қалса, возврат болып 10 мың теңгені алып алсаң болады ғой негізі. Холланд деген киборг бар ғой, ол енді жаңағы білесіңдер. Холланд шыққан кезде 1 гол бар деген сөз. Сен Әлімжан, қандай болжам? Сол? Айтты ғой. Не деді? Қалайсыздар? Естіген жоқ, не деп айтты? Минус 1,5. 1,5 фораға. 2 доп айырмасымен жеңеді деп отырмын. Сонда шықпайтын нәрсен қайқын доп боласың сен? Келесі матчқа кеттік давай. Келесі матч Испания чемпионатында Осасуна мен Реал Мадрид арасындағы ойын. Осы жерде өзімнің бәсімді бірден айтып кетсем, мен осы матчта 2 немесе 3 гол соғылады деп ойлаймын. Нақты. 2 гол болады немесе 3 гол болады дейді. Төртеу болса шықпай қалады, ә? Төртеу болса шықпай қалады, біреу болса да шықпай қалады. Сонда 2,8 коэффициенті беріп тұр. Кәдімгі сен дәңгәл айтып тұрсың ба? Дәңгәл. Нақтысын. Дәңгәл сөзін түсінгендер кәдімгі жазып кетеді, біргеміз, короче. Менің дәңгәл болжам жоқ, менде дәңгәл. Жоқ, дәңгәл болжам емес менде. Қарапайым болып тұр. Бұл жерде жай ғана Реал Мадридтің жеңісі, қалай болса да Реал Мадрид бұл ойында 3 ұпай алатын сияқты. Атлетико Мадридке қарсы кездесуде тең нәтиже тіркелді ғой. Сол себепті қазір Барселона жақындап қалды бұл командаларға. Сол себепті жай ғана сен Барселонаның жанкүйері ретінде Реал жеңеді деп отырсың ғой. Енді қарсыласқа қарайсың ғой. Қарсыласы осындай болса, енді сырт алаңда болса да 1-0 есебімен жеңсе де өзінің 3 ұпайын алады деп ойлаймын.
негізі Асасуна деген әжептәуір ойнап қоятын команда. негізі ортаңғы команда. Ол енді мынау Реалға қарсы ойындарда гол соққыш бұрыннан. Сондықтан екеуі де гол соғады, оның Мен соны айтайын деп отырмын ғой қазір. болады ғой. Мадридтік Реал 7 гол соқса да 1 гол өткізіп алатын әдеті бар ғой. Бұрыннан ол Касилис заманынан сондай келе жатқан. Оған қоса қазір қорғаныста мәселелер бар. Чуамени орталық қорғаушы болғаннан кейін бітті ғой. Қасында Рамос. Елдос Ахметов таса қазір Чуамени дұрыстап ойнап береді. Мен соны ойлап отқам, екеуі де гол ұрады. Айта берсең де болады ғой. Екеуіңіз қосылып болады. Өзгертіп жіберейін ба деп отыр мен. Ол ыстығаннан кейін. Бұл жерде Зор команда екенсіздер. бір көп дегенді алдым Асасунаның. Әне. Асасуна. 2-де 25 деген. Бұл Антибудилер бар ғой, антибудилер. экспресс емес, бұл ординарлар ғой. Оны возвратсыз да тіге беруге болады. Иә. Сіз жай ғана 10 мың теңгені алып қалтаға бассаңыз да жетеді. Оған да шүкір ма? Екеуі де гол ұрады дегенде Реал Мадрид гол ұрмай қоя ма деп қорқудым. Сондай ма? Асасунаның жеңісін алып жіберсем бе деп отырмын. Ой. Бір көп дегенді алсайын 2-25 деген. Барселона, Райо Валлекано. Пікірлеріңіз қандай ол жерге? Барселона жеңеді деп қазір мерде шығарылымның бытышын шығарып жіберуге болады негізі. Өте мән мағынасы жоқ. Жаңағы аты қалай қазақшасы? Бағам береді ғой енді. Сынап бағаныз. Сондықтан мен енді кейде сәл бір енді артық кететін кездерім болады. Иә. Осы жерде артық кетейін деп отырмын мен. Барселонаға емес, жекелеген ойыншыларға мен тігіп кетемін ғой кейде. Рафиня бар ғой бұл жақта. Гол сала береді ғой Бейл енді. Сол жігіт футболшы. Бұл ойында гол соғады деп ойлаймын. Бұл дәңгәл деген сөз осыған келе ма? Шықпай қалып жүрмесін қазір. Левандовский десең енді ол қазір өте бір қарапайым пікір болып қалады да. Ол кайсып. Пенальти тебеді ғой. Ана өзі еңбекпен келіп кәдімгі соғады осы кезде бір. Еңбектің голы тәтті ғой. Еңбектің голы тәтті, иә. Менің осы пікірім. Мен айтайын ба, бұл ойында Райо Валлекано да гол ұрады, ол деген сұрапыл шабуылдайды. Негізі Райо Валлекано қазір 5-ші орында келе жатыр. Олардың жартылай қорғаушысы бар, тақырбас Палазон деген 40 метрден тебеді. Иси деген ба? Иә, Иси Палазон. Тақырбас. 3,5 көп, жалпы матчтың тотылы 1,80 екен. Өте тамаша. Осын ізін жалғап жіберсең. 4 гол кіреді ғой, таза. Барселона 1,5 доп айырмасымен жеңеді деп ойлаймын. Барселонаның өзі 4 гол ұруы мүмкін ғой, негізі Валенсияға 4 гол ұрып жіберді өткенде. Болды, кет. Мен соңғысын енді түйіндей салайын. Жаңағы тотыл аз дегенге келіп отыр бұл кездесу. Иә, жалпы тотыл Барселона осы Райо арасында кездесуде 3,5-нан аз, яғни 3 гол және одан аз гол саны болатын сияқты. Мәссаған. Неге деп ойлайсың? Райо Валлеканоның қорғанысы мықты. Барсаға жай ғана сол 5-6 голын соқтырмайды. Иә, Ал және Райо болса, Райо болса, бұл Барсаның қақпасына асып кетсе 1 гол, тіпті мен ойымша мүлде гол соға алмайтын секілді. Қанша деген 6-ші орында тұр дейсіз, бірақ бәрібірде екі команда деңгейін салыстырсақ, жер мен көктей ғой. Сосын Райо сырт алаңда, яғни оларға тек қорғанса ғана ол ұятпамайды. Шабуылды ұмытып, сол абыроймен Барселонаға қарсы тіпті 1-1 нәтижесі болса да, олар. Сенің фамилияң қандай? Бексұлтан Кеулімқос. Кеулімқос, Оқжетпеске ауысқан жоқсың ба? Өткенде бір жаңалық оқыдым ғой, Кеулімқос Оқжетпес сапы. Кеулімқос қол. Сондай ма? Каспийде ойнады, онан Ақжайықта өнер көрсетті. Сәл шатастырасыз ба? Райо Валлеканоны Райо Валеханова деп жалғастырып кетпейсіз ба? Райо Валеханова деп па? Уәлихан Қосанбайдың командасы тік қойасың. Оны айта береді ғой. Мен де айтқаным, бұл папасы жақсы ойнайтын футболист еді деп. Мен папам футбол ойнамаған бұл өмір. Сейітжан Байбосыновтың баласы деп ойлайды. Мен атымда Шымкентте Дендерабақ бар. Асқаров атындағы Дендерабақ деген көргенсіздер ма? Асанбай Асқаров па? Атам ғой, иә. Енді осы Ла Лигадан Италияға бір сапар шексек. Ювентус Интер деген топ матч. Сұрапыл. Ювентустың бас бапкері Тиаго Моттаның көмекшісі отырмын. Біз енді өткен жыл Болоньяда жұмыс істедік, жемісті. Білесіздер, сондықтан өте қызық болды. Интер командасының жалпы айта кетуіміз керек, соңғы матчтары нашар болып жатыр. Өйткені Фиорентина кәдімгі 3-0 қылып, кәдімгі жапсырып жіберді.
кейінгі шегерілген матчта. Одан кейін тағы да ол командаға қарсы ойын болды. Рас екен, мінекей. Рас екен. Ешқандай қоспасы жоқ, тап-таза саф әңгімелерімді онларға қарай жалғастыра берейін. Ювентус командасы бірінші таймда гол салады деген өте тамаша, менің өте бір жеке бәсім бар. Бүкіл матчтарға алып отырамын, үнемі тұрақты түрде, және көп жағдайда ол шықпай қалып жатады. Сонда да Ювентус бірінші таймда гол салады деген. Екінші тайм көріп әуре болмайсыз, әуре болмайсың. Ювентус өз басын керемет бастайды, гол салады, түбі ұтылады сол. Тең нәтиже болады немесе. Тең нәтиже болады, сол арт жағы катастрофа болып кетеді. Енді Интер бұл матчтың фавориті негізі, бірақ дегенмен Кенан Йылдыз, жаңағы Кефрен Тюрам деген сияқты жігіттер бар. Ювентус бірінші таймда гол ұрады. Оның бағамы енді 2.25. 2-ден төмен айтып жатқан жоқпын, байқасаңыздар. Мен болжам осы негізі. Мен Интер жеңеді деп бір сенімді болжам айтқым келіп тұр. 2,3. Интер Ювентус арасындағы матч жүргіздің, Интер бірінші Ювентус айналымда. 4 болған. Сұрапыл болған. Бұл жол енді ондай гол көп болмайтын шығар деп ойлаймыз енді. Қарапайым Италияның бір матчы болды. Мен жалпы Интерге жақтасам, бала күнімнен. Бұл жерде енді менікі жаңағыдай синдром, Манчестер Юнайтед сияқты ерекеңнің. Жалпы сүйікті клубымыз Интер ме? Альваро Рекоба деген ойыншы болды баяғыда. Тепкені кіретін. Сол кезде көргем оның ойындарын. Китай істейтін ғой, кличкасы. Китай істейтін. Оның Интерге келуі де қызық болған ғой. Баласы, ол кезде кім еді? Марата еді ғой, президент. Соның баласы түнде кайфовать етіп ішіп отырып, Уругвай чемпионатын көріп отырады, темекі шегіп. Сөйтсе біреу қатты ойнайды дейді да. Азанда келіп пакесін айтып қойған, аны сатып ашты. Айтқан, кетіп бар, кім ол? Сен танымайтын біреу де көзін. Алыш папа деген ғой, соны алып келген Интердің легендасы болып кетті. Сондай историялар да бар. Сол себепті сен енді менің немді ойымды оқып қойып айттың, жеңеді деп. Мен де сол пікірдемін негізі. Интер маған кез келген ойында жеңетін болып көрініп тұрады, сол үшін басқа пікір айта алмаймын. Бексұлтан, енді біздің командамызға сенің болжамың өте маңызды болып тұр, себебі Олжекен екеуміз бір-бірімізді қайталап тұрмыз. Сондықтан ұпайға сенікі керек. Дәл қазір Интер А сериясындағы ең үздік команда ғой. Әлемдегіде. Жалпы Италиядағы бір Еуропада бір топ-5-ке кіріп қалады ау деймін ойын бойынша жалпы. Жалпы А сериясында да ең көп гол соғатын команда. Сол себепті Интер сырт алаңда болса да Ювентус қақпасына өзінің бір гол соғады. Және Ювентусте кем дегенде бір гол соғып, екі командада гол соғатын секілді. Жай ғана ОБЗ. Екеуі де гол соғады. Кейде енді Ювентус есікті жауып алатын кездері болады ғой. Қорғаныс болып, 0-0 болатын ойынды 7-ші минутта біліп отырасың ғой уже. Болады деп ойламайсыз ба? Бірінші таймда гол соғылатын сияқты мен ойымша. Бірінші таймда гол болады, екінші таймда теңеседі, кейін барып әрі қарай 90-ші минуттарда бір жеңімпаз анықталады ғой. Деп ойлаймын мен. Лаутаро Мартинес бас. Жалпы мен де бірақ Интер жеңеді деп отырмын негізі. Тамаша. Соңғы матчымыз біздің Бундеслигадағы сұрапыл матч, кәдімгідей чемпиондыққа талас. Бавария жеңіске жетсе, чемпион болды деп айта беретіндей ойын болып тұр. Байер мен Бавария арасындағы Бай аренадағы кездесу. Голға бай бола ма деп, нақты жоғады екен. Голға бай бола ма деп, бай болсынның немересі ол жастан сұрайды деп жүрсіз. Байырғы әдеті бойынша Олжеке өзіңіз бастап кетесіз. Бұл ойын енді бәрің тура мен сияқты сөйлейтін болыпсың. Тұрады ғой енді ол. Бұл енді жалпы жақсы емес деп кетсең. Бавария Байер арасында ғой. Байер қазір енді Баварияға келген кезде қатты ойнап кететін әдет шығарды. Бұл енді бірінші айналымда да бұл екі команда ойнап тең түскенін білем. 1-1 болған. Одан кейін кубок ойында ұтып қойды ғой Байер, қателеспесем, Баварияны. Нойер қызыл қағаз алып шығып кетіп. Бұл ойында екеуі де гол соғады десең енді бағамы аз болып қалуы мүмкін ғой, Құнсыз болып тұр ма кішкене? Аз болып тұр. Бір жарымға жетпейді. Жетпей ма? Бұл ойында екеуі де гол соғады және 2,5-де көп деген жақсы. Жоқ. 3,5-нан көп деп айтамын. Чемпиондықтың тағдыры шешілетін матчта осындай мереке той болсын, шашу шашсын голдан командалар. Сағылсап сөйлеп кетіп отырмын. Орныма бір сөйлемейтін біреу бар ма? Кеш абылай дей ма? Ганс, бейшара, Ганстың құлағын шулаттыңдар ғой. Қазір мынау телефонмен хабарласайын. Ганс осындай телефон ұстайды ғой. Ганс, кел. Астында не үшін телефон ұстайсыздар?
непрослушиваемый ғой анау. мына Nokia осындай ұстаймын қазір өзі. 3,5 көп деп мен бұл жерде асыра сілтеп жібердім. Менің пікірім сол. мына бәс шықса кішкене айфон алайын деп отырмын десеңші. Анау мынау фон тим деген телеграм арна ашты ғой. Соған осымен видео түсіріп жүрмін. Фон тимнің телеграм арнасына тіркеліп кетіңіздер деп осы жерде бір айтып кетті. Сен соны көтеріп беріп отқан жоқпын ба баспен қадапайсың. Шебермін қанша дегенмен ше. Жалғастыра бер. Қандай бәс сізде? Болжам қандай? Қай матч? Бавария, Байер. И ол болжам айтатын матч па? Байер, Бавария. Тең ғой. Дұрыс айтасыз. Тең болады ол. Тең нәтиже болады. Иә. Өте тамаша. Өйткені Бавария мықты, бірақ Байердің алаңында өтеді, екеуі тартысады, қырылысады, Баварияға тең нәтижеде жетеді. Қазір 0-0 ойнап жүр ғой, 0-1, 70-ші минутқа шейін гол ұрмайтын болған Бавария. Кеше емес оның ары аптада Вердерді зорға отты ғой, соңына қарай 92-ші минутта Харри Кейн гол ұрған кезде. Сондықтан X деген кәдімгі тең деген екі жаққа да жоқ болады. 3/80 бағам беріп тұр екен біздің Достарымыз. әріптестер. 3/80. Оңай ма саған? Оңай емес. Бірақ мен одан да бір ауырын айтайын деп тұрмын мен. Аха. Мен жалпы осының алдындағы болжамдардың бәрі шығады деп сенімді отырмын. Аяқ жағында бір нүктесін Қызыл қағаз болады дейін деп леп отырсың ба? белгісімен қойып жіберейін деп отырмын. Нақты есеп деген. 12 коэффициент беріп тұр екен осы Байер Бавария матчына. 2/2 ма? Есеп 2/2 болады деген болжам. Дәл тапқанды айтсайшы. Мәссаған. Есеп 2/2 болады деп бәстігім шықса осымен бірінші шығарылымнан кейін жаба берсек болады, әдемі нүктесін қойып. Құнығып кеттім деп ойламайсың ба? Одан кейін өзім кеме-ақ қоямын, жайлап. 2/2 болмай, 1/1 болып, менікі шығып, сенікі шықпай қалсын. Бексұлтан. Жалпы бұл ойында көп гол болатынына енді сенім мол. Бірінші айналымдағы 1-1 кездесуіне мүлде қарауға болмайды. Ол кезде Байер өз тактикасынан айынып, біз қорғанысқа жата берейік жігіттер деп Баварияға тізгінді бере салды. Еш ұялған жоқ, өйткені ойын Баварияның Альянс аренасында болды. Қазір енді Байер аренада, ұпай айырмасы да қазір 8-ге дейін ұзап кетіп отыр. Сол себепті Байерге міндетті түрде дәл осы матчта 3 ұпай ауадай қажет. Ашық футбол болады. Бавария қорғаныс арқылы мүлде ойнап бермейді. Оны бәрі Енді ол қорғаныс арқылы ойнай алмайды ғой. Иә, өйткені ар жақта Нойердің өзі шабуылшы. Иә, Ким-Мен-Дже мен Упамеканоға сенім жоқ, яғни автобус ойнаған кезде. Сол себепті бірінші минуттан бастап кескілескен атыс. В общем, әрі қарай арқасы Нұржанчик десе осы. Иә. 20 шашлик. Иә. Бір-біріне атады. Неға бір гол, неға бір гол. Жалпы көп гол болады. Иә, 2/2 болып қалуы мүмкін деп айтатын ем, егер Байер сырт алаңда ойнаса. Дегенмен Байер аренада болғаннан кейін бұл жерде екі командада гол соғады және жалпы тотал 2,5-нан көп. Жалпы ұқсап тұр бәріміздікі, иә? Голдар көп болады деп болжап отырық қой бұл жерде. Голдар көп болады деп болжап отырмыз. Бірақ енді сіз мына жанкүйерлерге айтып кетуіңіз керек. Бұл жай ғана көңіл Біздің ойымыз, біз беріліп кетпеңдер деп айт. Жоқ. Неге сіз де айта берсеңіз, қарсы емес ешкім. Кім, сен жүргізушісің ғой айтсайшы. Жоқ, Ермаштың бәстері шығып кетеді негізі. Болады қоя беруге. Біз енді сәл ойнап отырмыз. Ермаштың ойына қарсы тіккен бір адам қомақты қаржы ұтып Астанадан 3 бөлмелі үй алған білесіңдер ма жалпы? Тамаша. Қарсы ма бірақ? Қарсы тіген. Қарсы. Деп жібересің ғой бұл жерде. Ермашқа қарсы шықпады. Кейін барғанда шықпаса андай комментарийде міндетсінетіндерді ұнатпаймын да. Как будто шығып кетсе бізден бөлісетін сияқты. Сондықтан 6 матч бар. 6 матчқа өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Ол шықса мен өзім қойып өзім ақ байи бермеймін ба мына жерде неғып отырмын? Қызықсыңдар ма? Мүлде жұмыс істемей ма? Соны айтып. 6 матчқа пікір жазып кетсеңіздер, жұмысқа барып жүрмін. Бүкіл комментарийлердің бәрін оқып шығамыз. Осы ойындарға сіздердің болжамдарыңызды біз күтеміз. Міндетті түрде жазып 6 ойын Ағылшын премьер-лигасы, Испания, Италия және Бундеслигадағы матчтарға комментарийлеріңізді күтеміз. Бұл енді фон тим арнасы. Жаңадан ашылған арна. Осы жерде соққы және голмен бірінші болып бірігіп отыр. 4 көзіміз түгел. 3 жерде жұмыс істеп жатық қой қазір. Қандай жұмыстарыңыз бар? Бірінші гол. Фанбарда ақырады. 4 жер. 4 жер ма? Бірінші гол. Наны енді бірінші соққы деп атау жеріміз не қыламыз? Фон тим деп қойып қойыпты фон тим деп. Онда фондағы достарымызға рахмет деп, осы шығарылымызды тәмамдайық. Міндетті түрде біздің арнаға тіркеліп кетіңіздер. Оқырма, көрермен саны көп болса, бізде де шығарылымдар осылай
жиі шығып тұрады, шабыттанып алдарыңызға келеміз. Дұрыс па, Ереке? Комментарийге міндетті түрде мені мақтап жазыңыздар. Қай жеріңізді мақтасын? Бүкіл тұла бойым тұнып тұрған талант қой, любой жерін мақтай беріңіздер. Күшті. Сонда мен одан сайын шабыттанамын. Комментарий оқымасам, мен келесі видеоға түспей қоятын әдетім бар. Егер мені мақтап жазбасаңдар, осы видеоға 200 лайк баспасаңдар, мен келмеймін. Келесі жол кеттім болды.